66 күнде кедейліктен арыл Джо Диспензаның техникасын сіздерге аударып айтып отқан болатынмын. 3-4 аптаны айтамыз. 15 күн мен 28 күннің арасында не болатынын. Осы кезде сіз уже ескі менен арылып жатсыз, бірінші 2 аптада. Енді жаңа менді құрауға кірісе бастаймыз. Жаңа мен ол қандай? Мысалға, сіз бай адам ретінде, тек қана ол ақшаға байланысты емес, сіз рухани бай ретінде, ақылды адам ретінде қандайсыз жалпы, қандай болады ол сізге? Медитацияны жасау арқылы, медитацияда соның бәрін жасау арқылы кейін оны өзіңіздің өміріңізге келтіресіз. Медитация жайында айтатын болсақ, таңғы уақытта медитация, ұйқыдан тұра салысымен 25 минут бойы медитация жасайсыз. Ол медитацияда сіз болашақта емес, өзіңіз қалаған адамды, бай адамды елестетесіз ба? Мысалға, молшылықта өмір сүріп жатқан адам, сіз қалай тұрдыңыз, ұйқыдан қалай отырсыз, қалай шешім қабылдап жатсыз? Мысалға, сіздің көп шығындарыңыз болуы мүмкін, қарыздар, көп цифрларды көрген кезде сіз қандай сезімде болдыңыз? Осының бәрін өзіңіздің медитация арқылы елестетесіз. Одан кейін, мысалы, мен үнемі айтамын, біздің барлығымыздың өзіміздің волнамыз бар, волнада өмір сүреміз. Жақсылықты ойласаң жақсылық келеді, жамандықты ойласаң өміріңе жамандық келеді деген. Сол өзіңіздің волнаңызды жақсылыққа бұрып аласыз медитация арқылы. Содан кейін 7 чакраңызды, адамның бойында 7 чакра бар ғой, енді оны мен білмеймін да, мен видеодан қарап көріп жатырмын. Сол 7 чакраны сіз алғыс айту арқылы, молшылықта өмір сүріп жатқан адам ретінде, қарызы жоқ адам ретінде, бай адам ретінде рахметпен, алғыспен әр 7 чакраны босатып жіберіп отырасыз. Сол 7 чакраның әрқайсысын молшылықта, рахатта, рахметпен, ғажап сезіммен жүріп отқан кезде сіз не сезінесіз? Не сезінесіз? Сол сезімді сезінесіз. Одан кейін 3-ші апта басталған кезде сіздің өміріңізде ғажайыптар орын ала бастайды. Ол сізге бір сәйкестік болып көрінуі мүмкін, ол негізінде сәйкестік емес. Ол қалай айтсақ болады, сіздің уже ескі менен арылып, жаңа менге кетіп жатқан, өзіңізді жаңа менге ауыстырып жатқаныңыздың белгісі деп айтады оны Джо Диспенза. Мысалға, сізге бір жақсы ұсыныс келуі мүмкін, жұмысқа ұсыныс келуі мүмкін, может бір бизнес идея келуі мүмкін сізге, бұрынғы кеткен бір ақшалар келуі мүмкін, басқа жақтан ақшалар келуі мүмкін. Осындай белгілер сізге 3-ші аптада бастала бастайды. Джо Диспенза айтқандай, бұл ескі менің кетіп, жаңа менің келіп жатқан кезі сізге. 4-ші аптада сізде дене бітіміңізде өзгерістер пайда болады. Осанкаңыз жоғарылайды, осындай кеуде тұсыңыз кеңінен ұстайсыз, өзіңізді еркін сезінесіз, даусыңызда сенімділік, сондай спокойный дауыстар болады, сенімді, өзіне шешім қабылдай алатын, өз-өзіне сенімді, сол адамға айнала бастайсыз. Ол 4-ші аптада көрініс ала бастайды. 4-ші аптада сенің ескі денең жаңа менге ұласып, екеуі тұтасып, уже сен тұтас бола бастайсың, жаңа мен құрала бастайды.